біз айтамыз ғой, қазір дәстүрлі деп жатсыз ғой, мынау мұғалім деген әрдайым ізденісте болу керек, әрдайым ізденісте. Ол бір қатып қалған қағида болмау керек. Яғни лектор, мұғалім келді, слайдты қосты, әлде бір сарғайып қалған А4 дейміз бар, содан құр лекцияны тарсылдатып оқу, басты көтеріп, жазыңдар ма, жазған жоқсыңдар ма, үлгердіңдер ме, жоқсыңдар ма деген әңгіме болмау керек. Мен айтамын ғой, қазір бізде 20% мұғалім, қалған 80% бізде студенттер жұмыс жасау керек. Не себептен? Өйткені мынау біз айтамыз ғой, өзі ізденіс үстінде болу керек. Ол студентке біз тапсырма бергенде жауапкершілігін артамыз. Екіншіден, ол қаншалықты ертең болашақ ұстаз ғой. Қалай жұмыс жасайды, қай әдебиеттен қолданды, қандай ақпараттар алды, қалай ізденді, жалпы мынау сабақты ұйымдастыру. Ертең оның барлығы өздеріне керек дүние. Сондықтан да мына жерде ең бастысы мына мұғалім өзінің пәнін, балаларды сүйіп, балаларды сүйген сайын, студенттердің көздері жанып тұрған сайын, олар сізге аузын ашып, жүрегі көрінген сайын, сіз көптеген дүние жасағыңыз келеді. Вот сондай құштарлық болу керек.